Ассалаумағалейкум, асыл дінін ардақтаған арда жұрт. Осындай ұлы ниеттің жолында бас қосқан, берекелі кешті нәсіп еткен жаратушы иемізге сансыз шүкірлер мен мақтаулар болсын. Әр жүректің түкпіріндегі сырлы сезімдерді оятқан, әз пайғамбарымыздың есімін ұлықтап, оған деген шексіз сағынышымызды сейілтуге арналған Үммет сағынышы атты рухани танымдық кешімізге қош келдіңіздер ағайын. Сүйікті пайғамбарымыздың тұлғасын санамызда жаңғыртып, оған салауаттар мен сәлемдер жолдауға арналған кешіміздің ең алғашқы құттықтау сөз айтуға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оңтүстік Қазақстан облысындағы өкіл имамы Ахметжан Керімбек ағамызды ортамызға шақырайық қанекей. Құрметті мұсылман қауым, пайғамбарымыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның туылған айы Мәуліт айыда мінекей Аллаға шүкір кіріп келді. Біз әлбетте Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды бір ғана осы бір уақытта ғана емес, әрдайымда есімізде бекем сақтаймыз. Әрдайымда Алла Тағалаға сансыз салауат сана дұғалар айтып, мақтаулар айтсақ, пайғамбарымыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламға да солай сансыз салауаттар айтып жүреміз. Мінекей бүгін арнайы осы шараны өткізудегі әлбетте бұл біздің бір дәстүрлі бір шараға айналды. Қазір Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміздің өзі бас болып, әр жыл сайын осыны атап өтіп келеді. Мінекей сол дәстүрге сай бүгін біз осы шараны өткізудеміз. Құрметті жақсылар, әлбетте үмметтің Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламға деген сағынышы ол әбәди, яғни мәңгі. Біз әрдайымда Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның өмірін еске аламыз. Яғни осы асыл дініміз ислам дінінің негізін қалаудағы пайғамбарымыздың өткен сондай бір ауыр да, қиын да уақыт сағаттарын еске аламыз. Әлбетте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бүкіл сол қиыншылықтарының барлығында осы сізбен біздің осылай асыл дініміз ислам дінінің әбден жақсылығына, әбден бақытына бөленуге және мәңгі Алла Тағаланың хұзурында да, яғни мәңгі дүниеде де әхлі жәннат болуымызға барын салған болатын құрметті жақсылар. Сондықтан да біз пайғамбарымызды ешқашан ұмытуымызға болмайды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды әлбетте біз соған арнап сағынышымызды білдіру біз үмметтің міндеті жақсылар. Яғни біз осылай түрлі шаралар өткізуменен біз сағынышымызды білдіруіміз керек. Бір ғана осындай залда ғана шара өткізумен ғана шектелмей, біз мешіттерде де осы нәрсені дәстүрді жалғастырамыз. Елді мекендерде де осы дәстүрді жалғастырамыз. Қазіргі таңда қайсы бір отбасылар өздерінің отбасында да осы пайғамбарымызға мәуліт оқу, салауат айту шараларын өткізіп жатыр. Бұның бәрі де шын мәнінде жарасады. Бұдан да артық, бұдан да әсерлі етуге болады әлбетте. Барымызды барынша пайғамбарымызға деген сағынышымызды, пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігімізді қалай әсерлеп жеткізсек те әлбетте біз биік дәл деңгейіндей ете алмаспыз әлбетте, бірақ әрекет етуіміз керек. Иншалла, әуелі Алла Тағаланың баршамызға разылығы болсын, және пайғамбарымыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның баршамызға шапағаты болсын. Иншалла, құрметті жақсылар, биылғы үстіміздегі жылда елбасымыздың өзі де рухани жаңғыру деп мақалалық бағдарламасы жарланған болатын. Яғни бұл рухани жаңғыру деген нәрсеміз осы бүкіл біздің рухани дүниелеріміздің бәрін, жалпы біздің халыққа тән болған бүкіл рухани өмір, бүкіл негіздеріміздің барлығын жаңғырту. Яғни оның жаңағы сырттан қосылған, немесе жаңағы кірленген, немесе жаңағы тағы басқа деген сияқты қосалқы дүниелердің барлығын тазартып, біз шынайы өзімізге тән болған ерекшеліктеріміздің барлығында осы паш етіп,
осыны бір насихаттауымыз керек. Яғни асылы біздің ұстанымыз осылай еді, біздің салт санамыз осылай еді. Оған мынандай нәрселер қосылып қалған. Яғни бұл нәрсе емес, бізге шынайысы бұл еді, негізгісі осы еді деп біз осыны бір жаңғыртуымыз керек. Яғни асыл дініміз ислам дінінің әлбетте түрлі көзқарастарменен барынша оны ластауға, оны бір теріс етіп көрсетуге әрекет етушілердің барлығының әлгі теріс әрекеттерін бәрін жоққа шығарып, оны біз асыл дініміз ислам дінінен әлбетте тазартып, шынайы асыл дініміз ислам дінінің оның үстіндегі өзіміздің ортамызға сай болған дәстүрлі ұстанымыз болған ханафи мазхабы имам Матуриди ақидасын біз барынша жаңғыртып, барынша оны елге жеткізіп түсіндіре білуіміз керек, құрметті жақсылар. Иншалла мінекей осында қатысып отырған бауырларымыз әлбетте осылай сіздер секілді осындай рухани азық алуға қадам басып келе алмағанда өзге де бауырларымыз бар. Әлбетте мүмкін қадірін білмегендік деген шығар. Осыны түсініп түйсіне алмағандықтан шығар. Бірақ біз әлбетте олар үшін де дұға етеміз. Олар да біздің ортамызда деп санаймыз. Әлбетте олар да сіздер секілді сезіне алса, сіздер секілді түсіне алса, түйсіне алса, әлбетте біздің ортамызда болар еді. Әлбетте біз олар үшін де дұға қыламыз. Барлық осы еліміз, жұртымыз үшін дұға қыламыз. Бүгінгі Мәуліт мүбарак болсын, Құдай қаласа, рухани азық алып, рухани байып қайтуларыңызға тілектеспіз. Баршаңызға Мәуліт мүбарак болсын. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты баршамызға нәсіп болсын. Иншалла бүкіл еліміз осы рухани жаңғырып, осы әлемнің ең биігіндегі алдыңғы қатардағы елдердің биігінен көрінсін деп дұға етеміз. Алла разы болсын.